Ал балалар, бүгінгі дүниетану сабағымызды ашық сабағын бастаймыз. Қайырлы күн болсын, қайырлы күн болсын, бүгініміздің сәттілікке толсын, біздің ата-бабамыз келмесін болсын. Жарайсыңдар балалар, отырalım. Ал балалар, өзімізді күнделікті сабақта қолданатын ережелерімізді айтайықшы. Сабақта бірімізді сыйлаймыз, уақытты үнемдейміз, сабақтан өзгеге асамыз. Өте жақсы балалар. Ал балалар, енді маған бірінші қатардан, екінші қатардан, үшінші қатардан бір оқушы тақта ашсыншы. Келе. Ал балалар, Айзеренің қолында нені көріп тұрсыздар? Жапырақ. Ол неге қызғылт сарғыш түсті? Қай мезгіл? Күз. Мезгіл. Өте жақсы. Айзере, мейірім туралы. Мейірім дегеніміз ақылды болу керек, білімді болу керек, адал болу керек, жақсы болу керек. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Иә. Екінші, Асалдың қолында, Ажардың қолында. Адал болу керек, өтірік айтпау керек, шындықты айту керек, жақсы болу керек. Ал Нұриманың қолындағы жомарт деген сөз. Жомарт деген ақылды болу керек, ұқты болу керек, емекті болу керек, ақылды болу керек, өтірік айтпау керек, емекті болу керек, қолында ұрып жанашу керек. Ой, молодец, жарайсың. Жақсы. Енді балалар, біз бірінші қатарға қандай сөз? Мейірім деп ат қойдық, осы топқа мейірімді береміз. Бірінші қатарға салғыш не? Бірінші қатар қоя ғой. Екінші қатардағы адал тобы, Иә. Адал. Келе ғой. Ажар ғой. Мен енді сендерден бір сұрағым келіп отыр. Біз алдында қандай тапсырма өттік? Отбасы шығыстары, Ал отбасы шығыстарын сендердің білімдеріңді байқау үшін мен үй тапсырмасын Вотваль әдісімен қолданып сендердің білімдеріңді байқауым керек болып тұр. Бірінші сұрақта отбасы табыстары қайдан құралады? А. Отбасы мүшелерінің еңбек ақысы мен басқа да табыстары. Б. Атасы мен әжесінің зейнетақысы. В. Тауып алған ақша. Г. Несие алуға. Келе ғой. Ама келе. Отбасы мүшелерінің еңбек ақысы мен басқа да табыстары. Баса. Тексерейікші. Дұрыс білген балалар? Иә. Арман, бір балл қосып қой өзіңе. Екінші сұрақ. Ақша не үшін керек? Бұл жерде жарату үшін ба, ойыншық алу үшін ба, отбасы ақша түрлі қажеттілікке жұмсайды, той жасау үшін ба? Өте келе. Отбасы ақшаны түрлі қажеттілікке жұмсау үшін. Басып берейік. Баса. Дұрыс па екен? Дұрыс екен. Отыра. Қошемет. Үшінші сұрақ. Негізгі отбасылық қаржы қайда жұмсалады? Бірінші, А нұсқасында кафеге ма? Б нұсқасында азық-түлікке, киімге, білімге, көлікке, дәрі-дәрмекке, коммуналдық қызметтерге ма? В нұсқасында ойын-сауық орталығына ма? Г нұсқасында шетелге шығуға ма? Кел байыз. Азық-түлікке, білімге, көлікке, дәрі-дәрмекке, коммуналдық қызметтерге. Дұрыс па екен? Иә. Өте жақсы. Байыз өзіне бір бал. Табыс пен шығыс деген не балалар? Оқимын. А нұсқасында отбасыға келетін кіріс, түрлі қажеттілікке жұмсалатын шығын. Б нұсқасында еңбек ету, жұмсау. В нұсқасында ақшаны тауып, жарату. Г нұсқасында тамақ ішу, киіну. Ажар келем. Отбасыға келетін кіріс, түрлі қажеттілікке жұмсалатын шығын. Дұрыс па екен? Дұрыс екен. Өте жақсы. Ажар өзіңе бір бал қосып қоя ғой. Үш топта жақсы жауап берді бала, иә? Енді
Енді балалар жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақты жауабын жақсы дұрыс тауып жатсаңдар, біздің сабағымыздың жаңа тақырып ашылады. Иә? Ал жұмбағымызды тыңдаймыз мұқият. Қиындықтан тастамайтын, жамандықтан аластайтын, ұстағаны ізгі ниет, бұл қандай қасиет балалар? Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді дос деген қалай түсесіңдер? Дос деп тұрсыңдар қазір. Айтыңдаршы, мөлдір айтамын. Адал болу керек. Айтың. Бір-бірімен төбелеспеу керек. Дұрыс. Бір-бірімен сырласып, бірімізді өтірік айтпау керек. Кем? Бір-бірін сатпайтын. Дұрыс. Айзел. Бір-біріне өтірік айтпайтын. Рахмет. Бір-бірімен ұрыспайтын. Дұрыс. Зейнеп. Бір-бірімен төбелеспейтін. Дұрыс. Айтам. Сен айтсын. Айтам. Ерімді Айзел. сатпайтын. Сатпайтын. Дұрыс айтасың. Адал. Адал. Сен айт. Бір-біріне қамқор. Дұрыс. Ажар. Бір-біріне қамқоршы болу. Дұрыс. Бір-біріне көмектесуші. Дұрыс. Рамазан. Бір-бірін сыйлайтын. Сен. Жомарт адам. Айтамыз. Бір-бірін өсетін. Айтам. Бір-бірін өтірік. Асал айтам. Сенің өсіңіз. Мирас айта қойшы. Дос деген қандай болу керек? Дұрыс. Тағы кім айтылмады деді? Айтам. Бір-бірімен төбелеспейтін. Нұриман айт. Бір-біріне көмектесетін. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, дос дегенді барлықтарын жақсы меңгеріп, жақсы соны дос деген ұғымды жақсы өздеріңе дос табу үшін жаңа тақырып ашамыз, иә? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы дос туралы болғандықтан біз қазір тақырыбымызды адам досымен мықты деген тақырыпты ашамыз. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты өз тәжірибесіне мысал келтіре отырып, адамдар арасындағы достық маңыздылығын дәлелдеу және үйрену, иә? Дос туралы ұғымды жақсы меңгеру үшін мынау күзде жиналатын не бізде? Жеміс, иә? Осы жемістерден алып, қазіргі бірінші қатардағы екі топқа бөлеміз. Екі топ болғанда бірінші қатардан екі топқа бөлініп отырыңдар. Одан кейін екінші қатардағы да, үшінші қатардағы да мына жемістерден аламыз. Бұл жемістердің ішіндегі сұрақ келген оқушыларға, алау. Жемістердің ішінде сұрағы бар жемістерді алғанда не істейміз? Сол сұраққа жауап береміз, иә? Ал. Қандай сұрақ келді? Барлықтарын топтастырылып, жауабын айтуға дайындаламыз, иә? Ал. Қандай сұрақ келді саған? Бақалмайды. Жарайсың, өте жақсы. Зейнеп, өзіңе 2 балл. Болдыңдар ма? Сендер қандай сұрақ? Жұмбақ?
Наға тартып болды. Қандай сұрақ берді? Махаматтен. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Жарайсың, отыра. Өзіңе 2 балл қыз қой. Болды ба? Сендерге қандай сұрақ берді? Жұмбақ. Айта. Мені жақсы түсінетін адам, сырымен бөлісетін адам, жақсы досым болмаса да, құпиямды сенетін адам. Өте жақсы. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Қошемет. Барлықтарың өте жақсы жауап бердіңдер. Жұмбаққа да, мақал-мәтелге де, тақпаққа да, иә? Барлықтарың өте жақсы белсене атсалыстыңдар. 2 дос туралы видео. Замат деген 2 дос сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол екен Азаматтың аяғына балғырып, Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тас қойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек. Алғашқы сағып жатырсың, мұның мәнісін түсінгіш деп сұрайды. Сонда Азамат, бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Бұл ертегіден қандай түсінік алдыңдар? Мөлдір айта қойшы. Жаманды құмға жазу керек, жақсыны тасқа жазу керек. Не себебінен? Құмға жазса өшеді, тасқа жазса өспейді. Жарайсың, өте жақсы. Қошемет. Енді балалар, біз қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Адал дос. 6-шы сабақ 18-ші бетті ашып, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Үсен Әзімбек. 2 досы жұмыс істейді. Жұмыс бойдақ жігіттің тапқан пайдасын тепе-теңдетіп бөлгеніміз дұрыс болмады. Рамазан. Мен жалғыз тұрамын, түскен өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс. Ерес мен отбасым бар, қартағанда орман қарайды. Досының болса ешкімі жоқ, қартаған кезінде оған қарайтын адам болмайды дейді. Осылайша ол да түн жамылып досының қорасына бір қап бидай апараты болды. Осыған қарамастан 2 қорадағы қаптар сабындері бейнеленген. 2 дос бір екске бірі өндірген отбасы, екіншісі бойда. Күн батысына дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді текеден етіп, егізге бөліп алатын. Әділет жалғастыр. Ішінен түскен өніммен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Менің отбасым бар, қартайғанда олар баған. Жолға кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайды түсінеді. Қаптарын жерге қоя салып, 2 дос бір-біріне деген адал ниетін екіндіріп, біліп көзіне жас алады. Ақберен жалғастыр. Келесі. Достарыммен бірге сабаққа дайындалғанда және басқа да уақытта әдептілік жер-жерлерін сақтаған абзал. Тәртіп адам бойында қалыптасатын тәрбиенің үлгісі. Әдептілік үлгілері бейнеленген. 2 дос болып, екісінде жұмыс істейтін болды, үйленген отбасы бар, екіншісі байтта. Достық сөзінің мағынасы өзара сыйластық пен ортақ мүддеге құрылған жақын қарым-қатынасты білдіреді деген сөзді көркем, әдемі етіп жазамыз. Асықпай жазыңдар.
Бүгінгі күнді жазып. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбай мырза сендерге сұрақ қояды. Сол сұраққа жауап береміз. Ал балалар сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабақтарын қалай өтті? Өздеріне ұнады ма? Енді бүгінгі сабақтан не түсінгендеріңді білу үшін сендерге сұрақ қойсам деген едім. Достық деген не? Ал бала, достық деген не? Айта аласың. Екі достың бір-біріне деген мейірімділігі мен адалдығы. Өте жақсы. Тақым айтамын. Достық деген не? Зейсің. Сатпайтын болу. Тағы? Көмексізу керек. Өте жақсы. Арман айтамын. Бір-біріне қамқор болу керек. Дұрыс. Өте жақсы. Сен Екі айтамын. достың өзара адалдығы. Өте жақсы. Амин айтамын. Бір-бірінің жанашыр болу керек. Дұрыс айтасың. Темірлан айтамын. Дұрыс айтасың. Екі достың бір-біріне деген қарым-қатынасы. Дұрыс айтасың. Бір-бірімен төбелеспейтін, өтіретпейтін. Жауап бермеген. Байыз айтамын. Өтірік айтпайтын бала. Ақберен айтамын. Шындықты айтатын бала. Дұрыс. Арнұр айтамын. Арнұр айтамын. Айтамын. Бір-біріне қамқор болу керек, еңбекқор болу керек. Дұрыс айтасың. Темірлан айтамын. Бір-біріне мейірімді болу керек. Дұрыс айтасың. Сырғалым айтамын. Бір-бірін сатпау керек. Ажат. Бір-біріне еңбекқор болу керек. Дұрыс. Айтамын. Бір-бірімен мейірімді, адал, жомарт болу керек. Жарайсың. Ал енді жақсы Нағыз достың күші неде? Нағыз достың күші неде, балалар? Үшінші сұрағымыз. Нағыз достың күші неде? Айтамын. Білімде, еңбекқорлықта, Тағы. Темірлан айтамын. Мейірім. Тағы. еңбекте, Бекарыс айтамын. бір-бірімізді көмектесу керек. Дұрыс айтасың. Әдет. Адалдықта, Дұрыс айтасың. мейірімділікте, Дұрыс. жомарттықпен, Айтамын. достарымызға Қаптай. көмектесу керек. Айсера. Сап кетпейтін. Рамазан айтамын. Достарым адамыз. Дұрыс. Асыл сен айтып қойдың? Айсера. Сатпайтын, Қамқор болу керек, иә? Жарайсың. Ал енді келесі сұрағымыз. Өздеріңнің достарың бар ма? Ал енді осы қызық болып тұр бізге, иә? Айсер, айтамын. Бәріне сұрақ шығамын. Әсел, Сығалым, Ажат, Әселе, Болатбек, Синеп. Достары көбейіп жатырсың, Айсердің. Қандай жағымен дос? Соны айтып түсіндіре қойшы. Өйткені ол маған көмектеседі. Тағы? Кейбір-кесте жүшқан болмай қалса, әстеген сайын. Ой, жарайсың, молодец, жарайсың. Сығалым, Саша. Сен Айселе, Жамалхан Айселе. Әдет. Валес Төліман Арман Бекас. Байсы несімен достан? Маған көмектеседі. Сабағымызды қорытындай келе, алдарында менің суретім бар, көріп тұрсыңдар.
Құстың, иә? Енді қараңдар. Бізге қандай құстар дос? Көке. Ал енді осы құстардың артына мынау стикерге жазасыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге қалай, несімен ұнады? Қалай өтті? Мені түсінбедіңдер? Сол бойынша артына жазып, құсты не істейміз? Ағашына қондырамыз. Болғандар. Үйге эссе жазып бересіңдер, күнделіктерге жазып қойыңдар.